Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін екі ғана заттан тұратын, табада пісетін, 5 минутта дайын болатын печеньелер дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажетті заттар тек қана жұмыртқа және де қойытылған сүт. Ыдысымызға алдымен жұмыртқа және де қойытылған сүтті саламыз. 150-200 граммдай саласыздар қойытылған сүтті. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін елестен өткізілген ұн салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қатты, қалың, қатты жұқа болмауы тиіс. Осындай кішкене ғана жұқарақ болып тұрады. Менде осындай ирек кескіш бар. Сол пышақпен мен 4 бұрыш етіп кесіп шығамын, кішкентай етіп. Сіздер печеньенің формасымен, болады ондай жүрек, жұлдыз сияқты формалар, солармен кесіп шықсаңыздар болады. Мінекей осылай жіңішке етіп кесіп алдым. Енді оларды 4 бұрыш етіп, кішкентай ғана печеньелер жасаймын. Мінекей біздің печеньелеріміз осындай болады. Дайын болған печеньелерді ешқандай да май жағылмаған құп-құрғақ табаға орташа отта қызартып, екі жағынан пісіріп аламыз. Оп-оңай дайындалады. Орташа отта пісіреміз. Ортасы толықтай піседі. Түсі осындай қоңырқай түстес болады. Шеттері ақ болып тұрғаннан піспей қалады деп ойламаңыздар. Бұл печеньенің басқа печеньелерге қарағанда ерекшелігі құрамы екі ғана заттан 5 минутта дайындалады, және де қатты болмайды. Коржики сияқты жұмсақ болып тұрады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.